Сәлем достар, тәп-тәтті арнасына қош келдіңіздер. Біз бүгін пирог дайындайтын боламыз. Бізге пирог дайындау үшін алма, жұмыртқа, корица, секер, ұн, крахмал, разрыхитель қажет болады. Алдымен ыдысымызға сармайымызды салып, үстіне жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алып, сарысын ғана саламыз. Ағынан меренге дайындайтын боламыз. Жұмыртқамыздың үстіне секерімізді, ұнымызды салып, шанышқының көмегімен қамыр дайындайтын боламыз. Әбден езіп араластырып болғаннан кейін разрыхителімізді салып, қолымызбен қамыр дайындайтын боламыз. Қолымызбен илеп, қамырымыз осындай қолға жабысатын жұмсақ қамыр болып шығады. Қамырымыздың 1/4 бөлігін, кішкентай бөлігін морозильникке, үлкен бөлігін холодильникке салып тындырып қоямыз. Одан кейін алмамызды тазалап, аршып, дәнектерін алып, үккіштен өткіземіз. Тәп-тәтті арнасына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоны соңына дейін көріп, видео ұнаса достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Алмамызды ірі көзді үккіштен өткізіп алдық. Одан кейін үстіне 1 қасық корицамызды, секерімізді салып, крахмалымызды салып, әбден араластырамыз. Менің жерде 3 қасық крахмал қостым. Араластырып болып, алып қоямыз. Жаңағы холодильниктегі тестімізді алып, осылай ыдысымызға орналасып, үстін шанышқымен осылай тесіп шығамыз. Содан кейін үстіне салмамызды саламыз. Осы салманың үстіне жаңағы морозильниктегі кішкентай тестімізді алып, ірі көзді үккіштен үстіне өткізіп шығамыз. Одан кейін жұмыртқаның ағынан секер салып, меренге дайындайтын боламыз. Меренгімізді пирогымыздың үстіне салып, өз қалауларыңызша әдемілеп, 180 градуста 30 минутта қызып тұрған пеште пісіріп аласыздар. Пирогымыз дайын, ас болсын.